Ақшам шерефлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін ноябрьнің 29-ы ве Қырым işğalının 1006 күні. Шымдыки эфирімізде бойле малюматлар. Onlar же құрбан кеткенлер. Колумбияда түшкен ұшақ қазасы. İsrail'deki musulmanlar ezanның ясақлануына қаршы. Чернобыльдeki радиоактив реактор үсті қапатылғандыр. Канада 15 Русия ватандашына қаршы қошма санкциялар қошты. Оны Қырымдан Девлет Думасына векілі олған 6 депутат оғырады. Бұл ақта Канада тыш ішлері назерлігінің сайтында сөз өрсетілі. Дайвел сентябрь айында Канаданың федераль парламентіне Қырым татарларына низбеттен япылған геноцид такбих етілуі ве майыс 18-інде япылған сүргінлік күні тәйінленмесі бойынша қанун лейхасы көрсетілді. Бұл санкциялар сентябрьнің 18-інде Қырымда кечірілген Русия Девлет Думасы сайлауларын нәтижесінде сайланған шахыслар қаршы бір жеваптыр. Канада işğal етілген сайлаулар нәтижелеріні қанунлигіні қабул етмейджек, чүнки ойыч бір вақыт Русияның Қырым Мұхтар Жүмхуриеті вяхяр шеріні işğal еткеніні танымайчақ. Канада ич бір вақыт Қырым işğаліні танымайчақ. Русия есе жевап оларақ Канадаға да қаршы санкциялар көрсетіжігінен қорқытты. Канадада Русия елчіханесі санкциялар кенешлетуі үшін 8 мемлекетсізлігіні білдірді ве оларға жевап бережігіне ишандырды. Шубесі соңки вақытларда елішмеге башлаған Русия ве Канада арасындаки мунасибетлер негатив оларақ тесір етебележек. Русия бойле достлыққа зарар бережек әрекетлеріні диққатқа алажақтыр. Колумбияда авиафелакет юзбергені себебінден 75 инсан әляк олды, 6 кіші есе яраланды. Учақ Мельдерін шейрі янында түшті. Себебі авада яқарлық бетмесідір. Yolcular арасында Бразилия клубының футболистлері, идманжы ве журналистлер барыды. Бразилия кеметі 3 күнлік матем илян етті. Иерусалим христианлары мусульманларға ezan оқылмасы ясақ етілгені үшін наразылық білдірді. Бұл енеліште христианлар өз эв ве келсе дамарларындан ezan оқыдылар. Израиль парламенті ноябрь 13 күні 5 керелік намазға чағырывыны ясақ еткен қанунны қабыл етті. Бұл қарар бүтін дүнияда тек мусульманларыны дегілде, башқа дин векіллеріні де ачуландырды. Минарелерді ezan оқылмасыны ясақ еткен қанунны бақтынже тоқтаттылар. Енді есе текрар рейберов кечірме планлаштырыла. Қырым журналисті Павел Шеремет адына премиясынен тақдирленді. Николай Семена Брюссельге мүкафатландыруға келіп оламады, чүнки она işğal етілген Қырымдан тыш чықмасы ясақтыр. Семена еріне Крым Реалии нешірінің баш муарері Владимир Притула барды. Бұл премия инсан ақлары ве сербестлікнің ішіне исте қошқаны үшін бұл сене июль айында әляк олған журналист Павел Шеремет адына ташымаға башлады. Николай Семена Қырым журналистикасының лидері. О Крым Реалии ве Радио Свободаның муйлі фыдыр. Бір бұчух елдан зияды о бізлер үшін язайды ве шымды о метеллерінден бірісі үшін мақсус қызметчілер тарафындан яқаланды. Она қаршы Русия Федерациясының территориаль бүтінлігіне бозуф әрекетлері япқандыр денелерек жинайы иш açılды. Муйым олғаны шудыр ки, алтыдане достане шарх үлкесі Қырымда инсан ақларының бозылмаларыны танымасы ве Қырым журналистлері өз ішіні девам етмесі үшін бұйық ве сает ве диққатқа ләйіқтір. Русия ватан первері ялты блогері ве оның учашындaki оғлыны өлдірмеге вады етті. Қырым блогері Сергей Псаревның айтқанына көре, озны Алекс Лебедев оларақ танытқан интернет қоланычысы интернет ағыларында красный партизаны соғағында давалы құручылық хақында малюмат берчеткені үшін оны өлдірмекнен қорқызғандыр. Ямачта құрылыш Ялта сәкенлеріні ачуландырды.
Олар бучок қатлы F йықылып, оларның евлеріні виран етежігінден қорқалар. Дальше он пишет мне. Имя, место Қайда жительства. яшағаның ве бақышларың белі, сені сыфырға чоқлатмақ қалды. Етіштірсең қач, бұны маңа о Алекс Лебедев яза. Sonra мен өлі олажағымы білдіре, мені гнида хохляцкая деп адландыра. Это ублюдочная Оғлым үшін малолетняя, күчік аша адамда сағмы дей, 2,5 метрлі мезарлық оның тағдыры деп яза. Бұны рус ватанпервері язадыр. Понятно? Вот это пишет русский патриот. Ночные волки ишғал тілген ақярда бала паркна ачтылар. Путинның севемле байкерлері балалар үшін шоу тешкелетіп, ичтимай ағларда байрамны хирург шаба шоулара қадыландырдылар. Ночные волки байкер клубы ақяр балаларны өз ватананы севмеге угретмеге вадееті. Среди рокота моторов. Мотор сесі Мишаль янған вақыт Русия империясынан қияфеті пейді олы. Бұл вақыт есе көктен атеш өзені ақа. Геже Қашқарның ұлы кебі Рус империясынан музыкасы янғырай. Звучит над миром музыка великих. Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет Яқын вақытта Патриот паркының бір чоқ бөліклері ачыла жағындан еминіміз о әрбір балаға, әрбір іштіракчыге ватанны насыл севмек ве қорчаламақ суаліне жауап бере білежектір. участникам, что такое защищать Родину, что такое любить Родину. Керчтен Кения арби колонна кечті. Керч FM сайтына Блюхера соғағында 30 арби техниканың кешкені аксеткен видео ереліштірілді. Колонна ГИБДД хадимлері тарафындан озғарылды. Диверсиялар hazırlanmasында қабатланған Евгений Панов Москва СИЗОсындан ағасына бірінші мектуп язды. Запорожье велетінің Энергодар сакені август 7-сінде ақшам ФСБ тарафындан яқаланды. Бұл вақытта Қырым территориясына диверсион тақым кечмеге істегеніміш. Sonra Русия каналларында Пановның соравдан кечірілгеніні көстерділер. Видеода о өз қабатыны таный. Украина үкіметі Пановның разведкаға мұнасибеті олғаныны редеті. Құқық қорғаушыларының білдіргеніне көре, Евгений қабатыны қинавлар алдына танымаға мечбур қалғандыр. Женя, перш за все, там передає всім Біріншіден о әркеске селям еті. Айтқанына көре, о әркесіні севе ве ярдым еткеніңізні біле. Тешікірлер білдіре. Язған мектуплеріңізні оқый, язғанларына көре бұйық ойынның құрбаны олғандан ве оның үшін яқынларына зарар кетіргені себепінден афу сорай. Бұның үшін жаны пек ағыра. страждають і йому там через це дуже. Фелекеттен 30 ел кешкен сон хафлы реактор қапатылды. Чернобыль атом электростанциясында ресми шекелде яны құрув қалқаны açılды. Esas вазифесі реактив моделерінің кечмемесідір. Петр Порошенконың нишандырғанына көре, құружилық en azdan 100 ел çalışacak. Бұл дүнияда инсанет тарафындан құрылған ән бұйық әрекетсіз позициядыр. Украинаға қол тұтқан 25 девлеттен тізілген коалициядыр. Украинанен береберлікте құрылмасына о 1 миллиард 417 миллион топлаған. Більше 1 мільярда 417 мільйонів. Дүнияның ән sıcak мемлекетінде қар яғды. Сауди Арабистанда қар құм үстіні ортты. Қыралықның базы районларында аваның арареті 0 дәрежесінің алтына түшті. Yakın vakit मशरकी और वस्ती इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। Бүгінгі күнден башлап Қырымда ава салқынлашачақ. Синоптиклерінің мәліметіне көре, Ярымадада шиддетлі яғмур, қар яғмасы, бұзлавлықлар бекленілі. Декабрь бір күніне қадар аваның арареті ақшам 0-дан ашығы 9 дәрежені тешкелетіжек. Bu bizim sonki haberimiz edi. O'zingizga muqayt olыңыз ve ATR'den ayrılmanız. Ko'rishguncha.